Егер де сендер YouTube канал аша алмай жатсаңдар, не істеуге болады? То есть YouTube каналды бізге ашайын деп жатқанда номер телефон сұрайды. Бірақ номер телефон жазғанда ошибка шығады, короче. Даже қазір активтің өзін қабылдамай жатыр. Этот номер уже использовался, этот номер нельзя использовать, Билайн, Теле2, там, Алтел, басқа операторлар ашады. Сол кезде не істеуге болады? Бұл кездегі короче, обходной способ бар, ол виртуальный номер. Мысалы, сендер қазір на примере көзім көрсем, мысалы, мен бір канал создавать етем, тест 2 деген. И мына жерде менде қазір қараңдар, мына введите номер телефона дейді. Мысалы, мен қазір актив Билайнды жазсам, этот номер нельзя использовать, сондай деп шығады. И сол кезде біз, короче, мынандай керемет сайт бар. Қазір сендер көрсететін боламын. В общем, мына осындай сайт бар. Короче, осы сайтты обязательно қойып кетем. Жаңағы описанияда міндетті түрде менің реферальный сілтемеммен кіріңдер. Неге? Өйткені сендер бірінші пополнениеға определенный процент скидка аласыңдар. Міне қараңдар, сендер мына сайтқа кіріңдер. Get SMS код деген сайт, короче. И бұл сайтпен даже телефонмен де қолдана беруге болады. Міне сендер бірінші мына жерде, короче, Google Chrome, Яндекс болса, мына жерде мынаған басып перевести дегенге бассау ғой, дейсіз, что мынаған басып перевести страницу. Сендер страницаны орысша аударып береді. Мына жерде мындай қызыл тұрады, регистрация деген. Соған басасыңдар. Короче, стандартный регистрация жасайсыңдар. Стандартный регистрация жасайсыңдар. Қараңдар, мына пароль, логин, пароль и капчаны өтесіңдер. И мен қазір өзімнің авторизованный міне мен уже қазір авторизованный өзімнің немді қолданып жатырмын. И сосын первый очередь сендерге пополнение жасау керек. Мына жерде менде қазір Google Chrome, мына жерде менде уже страница переведенный болып тұр. Қазір мына жерде қазір егер сендерді переводтамаса, мына жерде топ-up деп тұрады, көрдіңдер ма? Топ-up деген пополнение деген сөз. Но если перевести дегенге бассаңдар, мына жерде бәрі орысша, бәрі түсінікті. Пополнить деген тұрады. Мысалы, менде қазір баланс бар, мына жерде неше? 73 цент бар менде. Пополнитқа басам. И мына жерде пополнить ететін способтар өте көп. Мен өзім веб-манимен пополнить еткем. Мысалы, веб-мани, Payer, легкий вариант, мына жерде қазір мынандай да бар екен, даже криптовалютамен пополнить болады. Оплата через стрип дейді. Короче, через карту да пополнить болады. Visa, MasterCard солармен. Пополнение жасайсыңдар, $5 для начала жасасаңдар, вот минимальный пополнение $5 ма, сондай өзі мына жерде бәрі жазылған. В общем, пополнение жасайсыңдар. И сосын бізге телефон арендовать ету керек. Именно YouTube канал создавать еткен кезде мен китайский номерларды қолдандым, потому что китайский номерлар самый арзан 18 цент тұрады. Мына мен бүйтем қара. Арендовать телефон дегенге басам. Если сендерді переводчик қосылмаса, мына жерде rent phone деп тұрады. Арендовать телефонға басам. Короче, переводчикпен көрсете берейінші, потом если что, сами разберетесь. Или переводчиксіз бе. Давайте переводчикпен көрсейші. Бәрі жазылып тұр мына жерде мына. Номера США, ол бір смс-ға 50 цент. Другие номера Малайзия, там Великобритания, Африка, Южная Африка, короче, солар бағасы 30 цент. И китайские номера, самый арзан 0,075-тен басталады. Но біз қазір YouTube-ға заказ беретін ол 18 цент тұрады. Мынаған басамыз, получить китайский номерға. Міне бізде мына жерде проектті таңдаймыз. Егер таңдалып тұрмаса, мынаған басамызда Google-ға басамыз. Міне Google-ға келетін 0,18. Google деген сол YouTube бізге керек. И сосын қараңдар, не істейміз қазір? Мынаған басамыз, захватить номер телефонаға басамыз. Захватить номер телефона. Қазір переводчикпен дұрыс істемей тұр ғой деймін. О, міне кетті, міне 360 секунд берілді.
мен мына телефонды 360 секундқа арендовать еттім. И мен қазір аламда мына номерді, мына плюс указывать етпейсіңдер, потому что указывать кеде кемейді екен, оказывается. Короче, соны тексергенбіз. И мына жерге аламда, мен осы номерді қоям, қарандар, тақ еткізіп. Қарандар. И продолжить дегенге басам. Мен продолжить дегенге басқанда смс-ка кетеді. Мен қазір мені қарандар, если сендерге мынандай шықса, недопустимый номер телефона, повторите попытку десе, сендерден ақша шешпейді. Сендер мына жерде кейбір номерлер верификация істелінбейді. Біз боламыз да add to blacklist-қа басамыз, добавить в черный список. Бұл номерді бізге керегі жоқ. Бізден ақша шешкен жоқ. Тағы да capture phone number. Ой. Номерді қоямыз. Ой, блин, голосовой де қойып, еще голосовой емес, текст керек бізге мені. Мен вообще дұрыс деп атқан жоқпын, достар. Мына жерге Китай деп ауыстыру керек екен ғой, ё-моё. С первого раза, бізде обычно с первого раза істелінетін. Мен Китай деп ауыстырдым. Енді железобетонда келеді. Ұмыт кетпеңдер, обязательно Китай деп ауыстырасыздар. Продолжить қараңдар, смс кетеді қазір сразу. Все, мен смс кетті. И қараңдар, смс бізге мынаны қойсаңдар болады сендер. Уведомлениені галочка асып. Міне смс осы жерге келеді бізге шестизначный. Міне Google'дан смс келді. Ваш код подтверждения Google 515-944 деп келді міне. Осыны алам да, 515-944 деймін да. 515-944 деп мен аламда жазам осы жерге. Осы жерге жазам и все, менде канал ашылады. Каналды осылай ашамыз, осы мені түк қиындық жоқ. Сондықтан осы сайтты қолданыңдар, бұл керемет сайт. Потому что бұл номерді, мына номерді біз в будущем мына номерді вообще қолданбаймыз. В будущем біз мына номерді қолданбаймыз ешқашанда, потому что бұл Google аккаунт ашып жатқан жоқпыз, біз просто YouTube канал ашып жатырмыз. Просто YouTube канал ашу үшін бізге просто номер керек. Сондықтан мені осыны қолдансаңдар болады. Обязательно мен реферальный ссылкамен қолданыңдар. Сол кезде сендер первый пополнениеға сендерге скидка болады. Сол, в принципе, болды мені сендерге керек нәрсесі. Менде мына жерде бір смс кетті, менде кететін мына жерде кішкене азайып қалды мені. Все, мені, в принципе, с первого раза китайский номер вот сразу же істелінді.